Ұйқының кезінде не істейді екен біздің жанымызда? Алла Тағала біздің жанымызды алады. Бұл өлімнен бөлек бір саты төмен дәрежедегі жан алу деп аталады бұл. Сол себепті түс көресіз. Біз ол жерде сіз емес оны істеп атқан. Оны Алла Тағала істейді. Жаныңызды тәніңізден алады. Сосын айтады, ұйқыда алып кетті ғой жанды. Ұйықтап жатырмыз біз. Ұйқының кезінде жанымызды алып кеткен Алла Тағала. Міне, өзінің біліміне, құдіретіне сай. Сосын айтады, сол алып кеткен жанды, ұйқының кезінде алынған жанды, фаюмсику аллати қада алейхал маута. Егер де сол ұйқының кезінде алып кеткен жанды өлім берем деп шешсе дейді, ол жанды ұстап қалады дейді, тәнге қайтармай. Қараңыз қандай нәрсе айтып отыр. Ваюрсилул ухра иля ажали мусама. Кімге өлімді шешпесе, қайтадан тәніне қайтарады дейді. Сөйтіп біз таңертең оянамыз. Біз оянған кезде біз қандай қауіп қатерде болғанымызды білмейміз да. Біз спокойнымыз біз. Таңертең тұрып, өзіміз ертең тұрамыз дейміз біз. Тіпті қазір сондай болғанбыз біз. Ертең тұрамын, мен анаған барып айтып тастайын дейміз біз. Қараңыз біз қандай болып кеткенбіз. Пайғамбарымыз салсам, ұйқының кезін қараңыз, аятпен қалай жұмыс жасайды. Ұйқына түнгі ұйқысына жатқан кезде жамбасына қарай, оң жамбасына жатады. Бисмик Аллахумма. Аллах Тағалам сенің есіміңді атап, вадоту джамби. Міне, жамбасымды жатқыздым. Қараңыздар, оң жамбасыма жаттым дейді. Сосын қараңыздар не айтып отыр. Вабика арфауху. Енді сен қаласаң ғана көтерем дейді бұны. Бізде бар ма ондай сенім? Біз спокойно ұйықтаймыз да. Енді сен қаласаң көтерем дейді оны. Сосын ар жағында қараңыз, жаңағы аятпен жұмыс істеп отыр да. Мысалы, ва ин амсакта нафси, Раббым, егер жанымды ұстап қалсаң, тәніме жібермей, фархамха, онда оны рахымыңа бөлеші. Қараңыз қалай ұйықты. Ұйқы деген өлімге дайындалу екен ғой сүннетте. Ертең тұра ма білмейді екен пайғамбар салсам. Қараңыз. Ва ин арсалтаха, егер де әлі де өмір қалап жанымды тәніме жіберсең, мен оянғанға дейін бұл жанымды қорғашы. Қараңыз. Кама тахфазу бихи ғибадака солихин. Салиқалы құлдарыңды қорғағандай. Қараңыз, ұйқы қандай? Ұйқы деген өлімге дайындалу. Бізде қарыздар бар. Бізде достаспай жүрген бауырлар бар. Бізде есігіне бәленбай жылдан бері бармаған туысқан бар. Ғайбаттап жүрген адамдарымыз бар. Өсек айтып жүрген адамдарымыз бар. Қараңыз. Сосын емін еркін ұйықтаймыз ғой біз. Біз қай жаққа баратқанымызды білмейміз да. Бізді туысқан күтіп тұрған жоқ. Сол үшін аты айтып отыр. Өлім күтіп тұр дейді. Өлім деген сондай нәрсе, ол туысқаның емес дейді, ол мүлде. Ол ақиқатымен келген кезде кеш болып қалады. Қараңыз ғой. Сосын енді қараңыз, таңертең пайғамбарымыз салсам ұйқыдан оянды ғой. Ұйқыдан оянған кезінде бетін жаңағы сипап жүретін дейді Айша анамыз бүйтіп. Сосын айтады дейді. Альхамдулилля, барлық мақтау Аллаға. Аллази ахияна бағдама аматана. Өлтіргеннен кейін қайта тірілткен. Біз бұлай тұрмаймыз ғой біз. Біз тұра сап телефон іздейміз. Жаңа сообщение келді екен. Біз босап кеткенбіз да. Өлім мәселесі мұсылманды босатпайтын. Сол үшін айтылады бұл тақырып. Бұл босатпау үшін айтылады бұл тақырып. Біз босап кеткенбіз да. Біз босағаннан кейін соншалықты ұрысқақ болып кеткенбіз мысалы. Ұрыссамыз, ғайбаттасамыз жаңағы. Оның бәрі қорқынышты нәрселер ғой. Өлімге не жинап отырмыз біз?